Sensin қазақ ұл елі, дүрсілдеп сендеп соққан жүрегім. Мақтана қазағым, мақтанышым, тәуелсіздік таңы атқан үшін. Қазағым, сенсің тауым асқарым, самғасам сенсің ошар аспаным. Жұлдыз айы аман күні алаң, туған жерім сенсің ол анам. Қазақ жері бұл Қазақстан, жаса мәңгі гүл Қазақстан. Келешекке туған елім менің, қолым беріп тұр Қазақстан. Бір мен үшін сенен басқа жер жоқ, жер бетінде сенен басқа ел жоқ. Арманым, тағдырым қазақ жерім, әнұраным, туым қазақ елім. Қазақ елі ұлы күштер, дария тағдыр суын кешкен. Қазақ жері кең даламда осы, біз балаңбыз туып өскен. Қазағым, туып өскен мекенім, қастерлеп сені мәңгі өтемін. Туымда, даламда қазақ жерім, жаса мәңгі қазақ елім. Қазақ елім бұл Қазақстан, жаса мәңгі гүл Қазақстан. Келешекке туған елім менің, қолым беріп тұр Қазақстан. Қазақ елі ұлы күштер, дария тағдыр суын кешкен. Қазақ жері кең даламда осы, біз баламбыз туып өскен. Армысыздар, құрметті көрермендер, ұлағатты ұстаздар, дарынды оқушылар, ата-аналар. Бүгін Алматы қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 2020-2021 оқу жылының салтанатты соңғы қоңырау мерекесі. Жастар ұлт болашағы, болашақ білімді жастар қолында. Тәуелсіз елдің ұландары, Назарбаев зияткерлік мектебінің биылғы түлектері тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында Алтын ұя мектебінен ұшқалы тұр. Тәуелсіздік еліміздің ертеңі мен бүгіні екенін ескеретін зияткерлеріміз ел игілігі үшін еңбек ететініне сенеміз. И вправду, этот учебный год для нас по-своему символичен. В этом учебном году мы отпраздновали 175-летие великого поэта Жамбыла Жабаева, поэта, придавшего казахской поэзии горделивый дух, внесшего огромный вклад в отечественную литературу. Иә, осы жылдың біз үшін қалдырған естеліктерінің бірі қазақ даласын өлеңімен тербеткен ұлы ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы.
Сонымен қатар, бар қаражатына ұшақ сатып алып, оны қазақтың жарқын болашағы жолында жеңіс қорына аударған күш атасы Қажымұқан Мұғайбасұлының 150 жылдық мерейтойы. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары аталған ұлы тұлғалардың мерейтойларын жоғарғы дәрежеде атап өтті. Дұрыс айтасың, қазақ елінің жарқын болашағы жолында зор үлесін қосқан осы зиялыларды біз тәуелсіздігіміздің көптеген символдарының бірі деп санаймыз. Олай болса, Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалсын. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, Ерліктің дастаны еліңе қарашы. ежелден ертеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлім болып егілемін, Жарым болып төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Қарсы алған уақытта мәңгілік досындай, біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Менің елім, гүлім болып егілемін, жарым болып төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. менің елім, Гүлім болып егілемін, жарым болып төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Сөз Алматы қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Мүнкеева Гүлмира Бақытбекқызына беріледі. Дорогие ребята, уважаемые родители, уважаемые коллеги, вот и наступил наш долгожданный день 25 мая. Не успели мы оглянуться, как закончился учебный год. Этот учебный год, он был совсем не похож на все другие. В связи с пандемией наши ребята ни разу не перешагнули порог нашей школы. Но несмотря на все трудности, учебный процесс у нас проходил как обычно, хотя он был в необычном формате, в дистанционном формате. Но все уроки у нас шли, ребята также делали домашние задания, отвечали на вопросы преподавателей, выполняли суммативные оценочные работы. Наши 10 классы и 12 классы сдали все внешние суммативные экзамены, и теперь мы ждем только результатов, чтобы потом вручить аттестаты как по выпуску 10 класса, так и 12 класса. И хотелось бы отметить, что этот трудный период наши учителя и наши ребята не просто занимались дистанционно, но они участвовали в различных проектах, конкурсах, соревнованиях и занимали заслуженные победные места. В этом году у нас есть победители республиканских олимпиад, победители международных проектов. Наши ребята не забывали и о своем гражданском долге. Они помогали ветеранам Великой Отечественной войны, помогали нуждающимся, помогали семьям, где есть дети с ограниченными возможностями. В этих акциях принимали как наши ученики, так и наши учителя, наши родители. Еще раз хочу всем пожелать успешного завершения 2021 года. И, конечно же, мы все надеемся, что следующий учебный год обязательно прозвучит наш первый звонок не дистанционно, а очно. И все мы соберемся во дворе нашей великолепной школы. И все наши ребята, как один, перешагнут порог школы в следующем учебном году. А сейчас я всем желаю набраться сил, здоровья, хорошо отдохнуть и прийти
веселыми, свежими, счастливыми в нашу школу. Биылғы оқу жылы ақын, жыршы, жырау Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойымен атаулы болды. Жамбыл шын мәнінде қазақ болмысының айнасы. Жыраудың дара тұлғасы халқымыздың руханиятын әлемге паш ететін теңдесі жоқ құндылық. Ұлы Жамбыл Жабаевтың ақындық дарыны жас кезінен танылған. Алыстан жаңғырығы жеткен ұлы өнер мектебіне деген талпынысы қазақ даласының күй атасы Құрманғазының ақынның туған жеріне келуімен байланысты деседі. Жамбыл, Құрманғазы, үндес ұғым, үндес өнершіні. Мектебіміздің Нұрсазы ансамблінің орындауында Құрманғазының күйі Адай. Our country has been through a lot. We have had ups and downs during all this time, and all experience that we have accumulated is our strength to move forward. We believe that you are the solution for further difficulties and obstacles. Any country that doesn't know its history is doomed to repeat it. Today, our country is actively developing thanks to the fact that we know and appreciate our roots. The great step is imbued with history that inspires us to accomplish feats, to expand horizons, and to discover more. Дұрыс айтасың. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, тәуелсіздіктің 30 жылдығын тек мерейтой деп санауға болмайды. Ол ең алдымен тарихи мәні бар оқиға, болашаққа деген ұстаным, көзқарасты айқындайтын маңызды белес. Құрметті достар, осы жыл біздің мектебіміз үшін өте жемісті болды. Оқушыларымыз олимпиадаларға, жоба жұмыстарына қатысып, республикалық және халықаралық дәрежеде жүлделі орындар алды. Олай болса, мектеп жұлдыздарының шеруін қарсы алыңыздар. Каждый год проходят предметные олимпиады, в которых требуется демонстрация знаний и навыков в области одной или нескольких изучаемых дисциплин. Несмотря на то, что этот учебный год проходил в дистанционной форме обучения, то есть в онлайн-режиме, наши учащиеся достигли следующих результатов. Республикалық пәндік олимпиада, химия пәні бойынша 2-ші орын Акелбеков Бексултан 10-ші B сыныбы, неміс тілі пәні бойынша 3-ші орын Құдайбергенов Тамерлан 10-ші K сыныбы, ағылшын тілі пәні бойынша 3-ші орын Намалина 10-ші K сыныбы. Қазақстан Республикасының зияткерлік әлеуетін қалыптастырып, оқушылардың ғылыми зерттеу және оқу-танымдық жұмыстарын ынталандыру мақсатында ұйымдастырылған ғылыми жобалар сайыстарында үздік орындарға ие болған жас дарындарымызбен таныс болыңыздар. Жасанды интеллект халықаралық олимпиадасының үздік шетелдік жоба халықтар достастығы номинациясында 1-ші орын Сұлтанов Даниал 9-ші Л сыныбы,
Халықаралық математика и проектирование ғылыми жобалар сайысы 2-ші орын Жамбул Альтаир 11-ші Л сыныбы. Халықаралық математика и проектирование ғылыми жобалар сайысы 2-ші орын Құрманбек Ажар 11-ші Кей сыныбы. Әл-Фараби атындағы республикалық сайысында 3-ші орын Қасымхан Нұрсұлтан 12-ші Кей сыныбы. Debating is a great way not only to formulate and defend your position, but also to achieve solutions to complex problems. Put yourself into the opponent's shoes, analyze any situation from different angles, and see the value in the competition of ideas. Debating is essential in everyday life. Before you are the winners of the Republican Debate Tournament, English League. Республикалық пікірсайыс турнирі. 1-ші орын Ахмедов Али, 7-ші Кей сыныбы. 1-ші орын Төлеген Дана, 7-ші Кей сыныбы. 1-ші орын Тюгай Дарья, 7-ші Кей сыныбы. Победители республиканских соревнований всемирных школьных дебатов World School Debating Championship команда Legacy в составе учащихся 8-го Кей-класса Амира Жантесенова, Анна Разбулата и ученицы 8-го Л-класса Виталины Нам. Лучшие спикеры Али Ахмедов и Дана Төлеген. Они вошли в десятку лучших спикеров в личном зачете. Тәрбие мен тәлім қосу. Бауыржан Момышұлы атамыздың тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашығы деген тұжырымдамасы бекер айтылмаған. Шығармашылық сайыстар жүлдегерлері мен мектеп шығармашылық тынысын жүзеге асырып жүрген белсенді оқушыларымызды қарсы алыңыздар. Жастар жырлайды желілік мәнерлі оқу байқауының 3-ші орын иегері Қуат Амина 7-ші Ф сыныбы. Үздік оқырман Байжақып Альфия 7-ші Е сыныбы. Үздік Википедия авторлары Жебеген және Қасымжанова Ғайни. Үздік TEDx спикері Жаксиманов Бейбарыс 11-ші Д сыныбы. Шығармашылық сайыстар жүлдегерлері Туған елге тағзым. Өлкетанылық зерттеу онлайн экспедициясының желілік сайысының жеңімпазы Дудинов Михаил 11-ші Кей сыныбы. Туған елге тағзым. Өлкетанылық зерттеу онлайн экспедициясының желілік сайысының жеңімпазы 2-ші орын иегері Құмаров Темірлан 9-ші М сыныбы. Ұлы Абайдың 175 жылдығы құрметіне өткізілген үкілі үміт халықаралық өнер фестивалінің бас жүлде иегерлері Нұрсазы ұлт-аспаптар оркестрі. Сонымен қатар жыл бойы мектепшілік электрондық журналды шығарып, жаңалықтар лебізін жеткізіп отырған жас копирайтерлер мен дизайнерлер тобына алғыс білдіргіміз келеді. Бас редакторы Диана Бекешева. Наурыз Думан желілік сайысының 3-ші орын иегері Кенелбаева Балнұр 9-ші Кей сыныбы. Также хотим отметить успешную работу многопрофильного клуба по интересам учащихся CS Dream Team, которые проводили на высоком уровне мероприятия школьного, сетевого и республиканского масштаба и были активны в общественной жизни школы. Председателем клуба является Даирова Дана. Каждый год мы чествуем самых активных учителей нашей школы, которые максимально вкладываются на учительском поприще и работают с учащимися с полной самоотдачей. Встречайте! Қоғамдық гуманитариялық пәндер әдістемелік бірлестігі Жұмабаева Назерке Садуақасқызы, Куликенова Гүлнура Хасановна, Шамшидин Гүлнұр Мелісбекқызы. Физика әдістемелік бірлестігі Сандыбаев Ербол Есенәліұлы, Изенбаева Сәуле Баймұхамбетовна, Балажигитова Нұртөлеу Курманалиевна, Наушамбеков Жомарт Абаевич. Қазақ тілі мен әдебиет әдістемелік бірлестігі Байдельдинова Дана Калковна, Токбаева Айнұр Елубайқызы, Тауболдиева Ақбота Туризбаевна. Биология әдістемелік бірлестігі Арыстанова Гүлжихан Амангелдиевна, Тургалиева Елзира Алиповна, Бесенбаева Гүлмира Симбаевна. Химия әдістемелік бірлестігі Абишева Шолпан Шарипбаевна, Дильманова Зауре Бимагамбетовна. Математика әдістемелік бірлестігі Атамбаева Жидигүл Алғабасовна, Киябаев Серик Нукпиевич, Беков Шандос Серікбайұлы. Орыс тілі және әдебиет әдістемелік бірлестігі Иркенбаева Анель Канатовна, Омарханова Айжан Кайбулдиновна, Байбусинова Гульмира Кинесхановна. Методическое объединение физической культуры и начальной военной подготовки. Педагоги. Халитова Альфия Камильевна, Рыспек Гөлем Рыспекқызы,
Мурат Қалиулы Аслан. Ағылшын тілі әдістемелік бірлестігі Сабырханова Шынар Өмірбековна, Сапарбаева Перизат Муратовна, Жумаева Эльмира Сирашевна, Жайдакбаева Джалия Риалиевна, Истепергенова Гульмира Джилкелдиновна, Жумағыл Гүлназ Мырзақыл қызы, Ибрагимова Айгерім Нұрлан қызы, Леубекова Айжан Алибек қызы, Яладжи Осман Юсуфулы, Альжанова Айжан Тәңірберген қызы. Учителя по информатике. Информатика әдістемелік бірлестігі Варварин Константин Викторович, Ермилова Елена Владимировна, Попкова Светлана Валерьевна, Муканова Макбал Абдусадыковна. Педагог ұйымдастырушы кураторлар Утепова Макия Орынбековна, Рысбеков Алибек Нұрбекович, Қалдыбай Айғаным Бақыт қызы. Арт-директор Аджанов Бауыржан Абдрасилович. Бақытым самғасам да көгімде шар, мектебім жүрегімнің төріндесің. Өзіңнен бастау алған бала сезім, білемін еш уақытта жеңілмесің. Өмірдің қол созған мен жанасына, өткенін кім жете алар бағасына. Кешегі арман туған көк алыстан, кеттің ау сағым жолдар арасына. Мектебім сағынышым балалығының тәңірісі, шуақты күндерді жұлдызды түндердің сәуледей болған жарығысың. Шуақты түндерді жұлдызды түндердің сәуледей болған жарығысың. Ұстазым ұғындырып даналығын, баршаның елестеткен бала күнін. Күлкісі көңілінен айналайын, кешірген баланың баршалығын. Мектебім сағынышым балалығының тәңірісі, шуақты күндерді жұлдызды түндердің сәуледей болған жарығысың. Шуақты күндерді жұлдызды түндердің сәуледей болған жарығысың. Мектебім сағынышым балалығының тәңірісі, шуақты күндерді жұлдызды түндердің сәуледей болған жарығысың. Шуақты күндерді жұлдызды түндердің сәуледей болған жарығысың. Мектебім сағынышым балалығының тәңірісі, шуақты күндерді жұлдызды түндердің сәуледей болған жарығысың. Шуақты күндерді жұлдызды түндердің сәуледей болған жарығысың. The award is given to guest of our school. Applause.
Всесторонняя и повсеместная поддержка, содействие и стимулирование является очень важным моментом при воспитании подрастающего поколения. Попечительский совет нашей школы также содействует развитию и процветанию учащихся. Вашему вниманию поздравления от директора компании ТАСС Микрофинанс Акинбаева Нуржана Еркенович. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары, ата-аналар, баршаңызды биылғы оқу жылының сәтті аяқталуымен құттықтаймын. Осындай мәртебелі оқу орнында білім беру де, білім алу да үлкен жауапкершілік дер едім. Осы жауапкершілікті қазіргідей әлемдік қауіпті індет етек алып тұрған шақта өз деңгейінде алып шығу баға жетпес еңбек. Бұл әрқайсымызға үлкен сынақ болды. Себебі бұрынғыдай ұстаз бен шәкірттің бетпе-бет диалог құрып, тығыз қарым-қатынаста болу мүмкіндігі жоғалып, әркім өз білімін жетілдірудің дербес жауапкершілік екенін одан сайын сезінді. Жас жеткіншектерімізге үйде отырып онлайн дәріс алу оңайға түскен жоқ. Ата-ана ретінде оған өзіміз де куә болдық. Дегенмен, сондай қиындықтың бәрін еңсеріп, оқу жылы ойдағыдай аяқтап отырмыз. Сіздерді осы жетістіктеріңізбен құттықтаймын. Аталмыш оқу орнының ұжымына, ұстаздар қауымына алғысымды білдіре отырып, келесі оқу жылына да сәттілік тілеймін. Еңбектеріңіз жана берсін. Ақжол. Бала тәрбиесінде ұстаз бен ата-ананың алатын орны бірдей. Ата-ана мен ұстаз бала үшін үндес ұғым. Түлектеріміз бен оқушыларды құттықтау сөз кезегі ата-аналар комитетінің атынан педагогика және білім беру менеджмент кафедрасының аға оқытушысы, заңтану магистрі Ақбаева Гүлшат Мейірхан қызына беріледі. Құрметті Алматы қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің химия-биология бағытының жас түлектері, бүгінгі сіздерді мектеп бітірулеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. 21 ғасыр ақпараттық технология және идеялар ғасыры болғандықтан сіздердің алдарыңызда зор орасан мүмкіндіктер болып тұр. Сіздер осы өз отаныңыздың ұрпағы ғана емес, Қазақстан Республикасының, еліміздің, мемлекетіміздің, қоғамымыздың ұрпағы болғандықтан біз сіздерге үлкен үміт артамыз. Алған білімдеріңізді өздеріңіз жоғарғы оқу орындарында оқи отырып, білікті, білімді, бәсекеге қабілетті және функционалды сауатты, дүние танымы жан-жақты дамыған, толық кәсіби маман болып, өз орындарыңызды табуларыңызға үміт артамын, сенім білдіремін. Және әлемнің түкпір-түкпірінен білім алып келіп, Қазақстан елімізді көркейтіп, гүлге үндіріп, әлеуметтік, экономика саласында, мәдениет ғылымында көркейтіп, Қазақстан еліміздің көк туын биікке самғайсыздар деген үмітіміз бар. Сізге және сіздің отбасыңызға бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін, әрқашан аспанымыз ашық болсын. Және де қарапайым нәрселерден бақыт көре біліп, өз мақсаттарыңызға жетіңіздер деп тілеймін.
Осы жыл мектеп үшін табысты жылдардың бірі. Оқушылар мен ата-аналар, кураторлар мен ұстаздар белсенді қатысқан акциялар мен челлендждер, тәлім мен тәрбие, жақсылық пен мейірімділіктің бастамасы екені сөзсіз. Солардың бірі қоғамға қызмет жобасы. Жоба аясында қаншама отбасы мен қарттарға, балаларға көмек қолы созылды. Ал қайырымдылық ұғымын дәріптеу мақсатында мектеп белсенділері мен еріктілерінің бастаған жүректен жүрекке біз біргеміз акцияларында атап өтсек болады. Even though the school was on distance learning, we didn't stop doing all sorts of activities and challenges. This year we celebrated 150th anniversary of Qajmuqa Muhammad Basra, 175th anniversary of Jambul Jabayev, and the 90th anniversary of Muhammad Maqatayev. The students organized many charity events such as Jurekten Jurekke, Qarttarim Asıl Qazna, Biz Birgemiz, Enlight English, Standida Morozov, and the Imperium. As part of the Danалық Peaceable project, we invited such distinguished guests as Asqar Shmadildayev, Kumus Parmashqaza, Rahmjan Augambayev, Sauled Oshan, and the others. We also organized many activities such as Eko-Subotnik and a meeting with Janam, a psychological support organization. Ата-ана, ұстаз, оқушы, болашаққа бағытталған бірлестік, баланың жан-жақты дамуына жағдай жасау үшін мектеп пен отбасының ынтымақтастығын арттыру, ата-аналардың білім саласындағы жаңа озық трендтермен таныстыру, балаларды тәрбиелеуде ата-аналардың педагогикалық, психологиялық сауаттылығын арттыру және құндылықтарға негізделген білім беру әдіс-тәсілдерінің ерекшеліктерімен таныстыру идеясын жүзеге асырып, ата-аналар университетімен бірлесе белсенді жұмыс жасаған ұстаздарымыз Дильманова Зарюби Магомедовна, Бальзидинова Дана Калкина, Кубаева Зәуре Тұрсынқызы, Мұрат Қалиұлы Аслан және Мутаханов Мейрамбек Сұлтанбекұлы. Сонымен қатар мектебіміздің психологтары Байгереева Айсулы Орынбаевна, Долбаев Мирас Серікжановичқа, қоғамдық гуманитарлық пәндер әдістемелік бірлестігіне, Жораласова Лязат Мұрзалиевнаға және ата-аналар университетінің төрағасы Манкараев Аскар Сайлаубайұлына алғыс білдіреміз. Выражаем благодарность за бесперебойную и качественную работу административного управленческого персонала, работникам медицинского и финансового блока, а также вспомогательного персонала школы. Біздің түлектеріміз заманауи жастардың жарқын мысалы ғана емес, еліміздің болашағының тетігін қалаушы. Оқушыларымыз мектеп жетістіктерінің қазынасына үлесін қосып, олардың өмір жолы жаңа бастамаларға толы болатынына кәміл сенеміз. Олай болса, 2020-2021 жылдың бітіруші түлектерін шеруін қарсы алыңыздар. 12-ші A сыныбы кураторы Кудекова Айкерім Калиахметовна, Ақбаева Асем, Республикалық Олимпиада ағылшын тілі бірінші дәрежелі диплом, МОН конференциясын Outstanding Delegate марапаттау иегері, First Motivation клубының негізін салушысы, Бауыржан Дильназ, Angel International Youth Festival қатысушысы, UNICEF Big Kind бағдарламасының волонтері, New Silk Way Moon конференциясын The Best Delegate марапаттау иегері. Бегали Нуркен, New Silk Way Moon администрация мүшесі, ЮНЕСКО НАС CBD филиалының төрағасы, Каз Урбан белсенді тобының мүшесі, Quarantine Community Media бетінің ұйымдастырушысы, Teen of Action Startup ассоциациясының қалаушысы, әлеуметтік қайырымдылық акцияларының қатысушысы,
Думан қызы Айғаным, Қазақстан National Federation of UNESCO Club мүшесі, Ұлы Абайдың 175 жылдығы құрметіне өткізілген «Үкілі үміт» атты халықаралық өнер фестивалінің бірінші дәрежелі диплом иегері, обучение Нина даму жобасының қатысушысы, Жайлаубай Жәмиля, TEDx Talk Алматы 3-ші дәрежелі диплом, Republican Selection for International Earth Science Olympiad 2020 3-ші дәрежелі диплом, Ниш Мун 2021 конференциясының The Best Delegate номинациясының иегері, 2019-2020 мектептегі өзін-өзін басқару мүшесі, Key Club Қазақстан халықаралық клубтың президенті, республикалық қашықтықтан өткізілетін математика пәнінен олимпиада 3-ші орын, ағылшын пәнінен республикалық дарын олимпиадасы 2-ші дәрежелі диплом, Жақсылыкова Саида, обучение Нина даму жобасының мүшесі, Техновation Қазақстан жобасының қатысушысы, биотехнология бағытындағы жоба бойынша мектеп олимпиадасының қатысушысы, волонтер, Жолдас Дулат, IELTS 7.5, пікірсайысшысы волонтер, экология бағытындағы активист және Эко-клуб клубының белсенді қатысушысы, Қазақстан National Federation of UNESCO Clubs мүшесі, сынып белсендісі, Каржавов Сакен, мектептегі өзін-өзін басқару ұйымының мүшесі, волонтер, пікірсайысшысы, активист, мектептің Dream Team шығармашылық ұйымының мүшесі, сынып белсендісі, Мазова Адина, мектептегі өзін-өзін басқару ұйымының мүшесі, волонтер, обучение Нина даму жобасының қатысушысы, Пармиджана Групп компаниясының тағылымгері, Мазова Амина, мектептегі өзін-өзін басқару ұйымының мүшесі, волонтер, обучение Нина даму жобасының қатысушысы, Пармиджана Групп компаниясының тағылымгері, Мұхаммедқали Тұрар, Нұрсазы оркестр мүшесі, TEDx спикері, шаңырақ лидері, пікірсайысшысы, жүргізуші, активист, Насуралаева Әсел, республикалық олимпиадалар 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдар, Global Voices бірлестігінің аудармашысы мүшесі, волонтер, Саду Амина, International Astronomy and Astrophysics Competition Bronze, participant of International Unisat Nanosatellite Program, Republican Contest of Scientific Projects. Сайдалин Мағжан, алтын белгі үміткері, шаңырақ лидері, сынып әкімі, Серікова Динара, Германиядағы Эрнст Эббе гимназиясы мен студенттер алмасу бағдарламасының қатысушысы, Техновation Қазақстан қатысушысы, волонтер, Гёзе Certificate B2 иегері, 2-ші республикалық ғылым әлемі ғылыми зерттеу жұмыстарының сырты конференциясы 2-ші дәрежелі диплом, Серікбай Мирас, UNESCO Futures of Education Learning to Become қатысушысы, республикалық олимпиада, қазақ тілі 1-ші дәрежелі диплом, тарих 2-ші дәрежелі диплом, Тоққажа Тамилис, мектепшілік волейбол команда мүшесі, Техновation Қазақстан волонтері, менторы, Алматы Robotics Олимпиад қатысушысы. 12 B класс, куратор Каратликова Балнур Асанқызы, Алимбеков Алимбек, IELTS 8.0, Алтай Ерасыл, участие в ВРО, первое место в областной олимпиаде по робототехнике КАЗ-Робоспорт, Бигулиева Камила, основатель проекта КАЗ-Рефьюз, обладатель гранта Бюргемс, Таза Алем, Бесенова Гульжан, Олимпиада Даррен по биологии, первое место, 2020 год, Калибек Кайрат, участник программы по культурному обмену со школой Эрнст Эббе Гимназиум, Германия, продвинутый уровень владения немецким языком. Жахсымбет Айсулу, волонтер Лиги волонтеров города Алматы, участник учебной экспедиции Туган Елге Тахзым. Жумабекова Ясмин, вклад в реализацию социального проекта «Твори добро». 3-е место сетевой олимпиады по русскому языку, 2018 год. Иса Естай, лидер Шанрака Жас Казак. Сертификат Honor Translation за перевод видеоматериала более 180 минут в Хан Академии Казак. Қайырбек Алмат, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбектеріндегі тәуелсіз Қазақстанның тарихы, қазіргі әлемдегі Қазақстан пәні бойынша Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының атты оқушыларының желілік конференциясының 2-ші орын иегері. Нурадель Инкар, сертифицированный стажер международной аудиторской компании, копирайтер и SMM-менеджер консалтинговой компании College Hub. Мурзагулова Нурсулу, активный участник Лиги волонтеров Алматы, волонтер школьной ВО Hope and Trust, участие в рамках благотворительного проекта Ашық Жүрек. Мэлс Мирас, участник школьного творческого клуба CS Dream Team, призер конкурса научных проектов 2018 года. Садыкова Алина, топ-волонтер Лиги волонтеров города Алматы, основательница проекта КАЗ-Рефьюз. Сенгалиев Олжас, капитан сборной школы по футболу, обладатель Кубка Коаш. Тохтар Данияр, обладатель 2-го места в фестивале Ең үздік топтық жоба 2018, участник предметной олимпиады по спортивному программированию МУИ.
Тулеева Ажар, участница программы культурного обмена со школой Ernst Epp Gymnasium в Германии, финалист республиканского чемпионата школьного предпринимательства «Enactus Казахстан». Уразова Мадина, 1 и 3 место республиканской олимпиады по робототехнике. Участие в летней программе университета Джона Хопкинса. 12 сыныбы, кураторы Кадырбаев Кайрат Мырзабаевич, Алашева Карина Альтаирқызы, призер проектных работ по органической химии, микробиологии и биоинженерии в Казахстане и России, олимпиадница по биологии, организатор образовательно-оздоровительной поездки для детей из детского дома «Радуга». Амангельда Асылзат Сержанқызы, участница научных конференций по химии 2018 года, волонтер, участница многопрофильного клуба съезд Dream Team. Аскарқызы Дария, обучение не на дому проектным қолбасшысы және мерекелер организаторы. Волонтер, Underwood International College университетінің иегері. Елеусинов Улан Акедулы, баскетбол мен футболдан класс қатысушысы, сынып белсендісі, волонтер. Аділ Тансылу Ермаханқызы, Summer Camp Dance Center International Девалбона қатысушысы. Қызыл аттестатқа үміткер, волонтер. Жандар Мақпал Ержанқызы, математикадан республикалық олимпиада 2-ші орын. Кейс-стади халықаралық бизнес олимпиадасының финалисті, волонтер. Қайнарұлы Алишер, волонтер, сынып белсендісі. Қалқаев Қасым-Жомарт Мұратұлы, сынып белсендісі, волонтер. Мадиханова Камила Саматқызы, Аман келешек инклюзивті балалар фестивалінің волонтері, сынып белсендісі. Қанат Рахим Қанатұлы, сынып белсендісі, волонтер. Болатбек Ернұр Астыбекұлы, сынып белсендісі, волонтер. Рахатова Жұлдыз Ержанқызы, Ұлы дала ұстазы ғылыми журналы ұйымдастырған үздік жүз автор 2020 атты республикалық жобасының үздік ғылыми жоба номинациясы бойынша 1-ші орын иегері. Ю-Майами мен Сиэтл университет оқу орындарының грант иегері. Сериков Алдияр Айдосович участвовал в КУАЖ в составе баскетбольной команды Ю-19B, а также активный участник многопрофильного клуба съезд Dream Team. Талаптан Жансая Нұртайқызы, сынып белсендісі, волонтер, қызыл аттестат иегері. Хайдар Айшолпан Мүслімқызы, республикалық ғылыми зерттеу конференциясының 1-ші орын иегері, сынып белсендісі, волонтер. Хайдар Құралай Мүслімқызы, республикалық ғылыми зерттеу конференциясының 2-ші орын иегері, сынып белсендісі, волонтер. Шерали Гүлсанам Жакибжановна, волонтер, республикалық ғылыми жоба конференциясының 3-ші орын иегері, химия пәнінен республикалық олимпиаданың 2-ші орын иегері, қызыл аттестат иегері. 12-ші Дисынова, куратора Макашева Байтопас Ильичбековна, Талкамбаева Кралай, активная участница школьного самоуправления, благодарственное письмо за активную деятельность от управляющего волонтерской организации Alliance of Volunteers, Нурахов Тамерлан, активно участвовал в жизни класса, Талиб Айбар, Stanford Honors Academic Junior Zone Leadership, First Seed Business фестивальный финалиста, финалисток бизнес-идеи Екамон-Сигас, Исебаев Телек, 1 место Колледж 2017, 1 место Колледж 2018-2019, Синий пояс, реальный айкидо, клуб «Лотос». Кумариалданов Бауржан активно участвовал в жизни класса. Турсбек Қасым, ең үздік жоба 2019 фестивалінде 3-ші дәрежелі диплом иегері, First Seed Business фестивальный финалисты. Ахмади Абдулин, активный участник и артист школьных представлений и концертов, активный участник и помощник главного режиссера музыкальной постановки 11 Мукамов на международном театральном фестивале в Турции с дипломом и медаль за 1 место. Тусуков Али, первый за порогом 3-кратно за год, победитель конкурса «Правая рука Эйлера». Хидуан Арман, обладатель звания Global Elite, учредитель компании Шебер Кран, участник Алматы Tech Cup. Ишмагамбек Мадина, награда за 3 место в республиканской онлайн-олимпиаде КИО по биологии, участник благотворительного проекта Ашахжирет по направлению Казанам. Алибай Акежан активно участвовал в жизни класса. Шуриева Мина, 3 место на выставке Coca-Cola «Мир без отходов» 2021, 1 место в категории «Экология 13-18 лет» на выставке инновационных проектов «Enactus». Ахметкулова Маржан, участница International Students Congress of Health Science at Казанью, участница делегат МУН-конференция от Youth МУН-конференц, New Silkway Conference, Казах Абалхан Виаэр. Из Басарова на Зерке, награда за 3 место в международном конкурсе Technovation Challenge, участник международного конкурса Technovation Challenge 2017, 2018, 2020.
Мараджан Мирей – награда за 3-е место в международном конкурсе Technovation Challenge, участник международного конкурса Technovation Challenge 2017, 2018, 2020. Абдишукур Симбат – диплом 3-й степени в Республиканской онлайн-олимпиаде по биологии, диплом 3-й степени в Республиканской онлайн-олимпиаде по английскому языку. Ускембаева Малика – участник Technovation Challenge Казахстан 2017, 2018 и 2019 года. 1-е место на международном конкурсе «Точка отсчета» в научно-журналистической номинации. Бекишев Алиаскар – призовые места в республиканских олимпиадах. Сетевой этап 9, 10, 11 класс по математике. 1-е место в Московской олимпиаде проектов по математике. 12-ші үй сыныбы куратор Оразбақ Шолпан Ерболатқызы, Албек Түнмұхамед өзін-өзі басқару ұйымының мүшесі, дебат турнирінің қатысушысы, математика, география және ағылшын тілі бойынша олимпиада жүлдегері. Закарьянов Мирас, робототехника олимпиадасы ВРО 2018, 2019, 2020, бірінші, екінші және төртінші орын иегері. IITU Робокон 2019-2020, екі дүркін үздік робот конструкциясы. Үстел ойындарының қалалық турнир ұйымдастырушысы. Enactus инновациялық жобалар жарысының жеңімпазы бірінші орын. Амантур Аңсар, робототехника бойынша аймақтық және республикалық жарыстардағы жүлделі бірінші орын иегері. Мектепшілік іс-шаралар мен мектеп белсендісі. Саламат Құралай, халықаралық Technovation Girls сайысының қатысушысы. Үздік жобалар мектеп фестивалінде бірінші санаттық лауреат 2019. Ағылшын және биология пәндері бойынша Фокспорт олимпиадасының 2-ші және 3-ші санатының жеңімпазы. Серік Анель, мектепшілік және қалалық жобаларының жеңімпазы. Үздік жоба 2019 номинациясының 1-ші орын жүлдегері. Қаланың адал еріктісі және мектеп белсендісі. Әл-Фараби атындағы ғылыми конференциясында 2-ші дәрежелі жүлде иегері. Technovation мемлекетаралық жобасының қатысушысы. Кәрім Жібек, Enactus Қазақстан экологиялық жоба 1-ші орын. Француз тілінен олимпиада 2-ші орын. Еуропалық өнер және ғылым халықаралық фестивалінің қатысушысы. Обучение не на дому бағдарламасының менторы. Мектеп оркестрінің мүшесі. Тәсілбек Мадияр, жас ғалым халықаралық жобалар сайысының 3-ші дәрежелі жеңімпазы. Халықаралық іскерлік олимпиадасының 1-ші дәрежелі жеңімпазы. LFNAS волонтерлік клубының төрағасы. Мырзахан Аруна, жас Әл-Фараби мектепшілік ғылыми зерттеудің белсенді қатысушысы. Стэнфордтың жоғарғы оқу орнына дейінгі академиясының үздік дипломы иегері. Пікірсайысшы, волонтер. Экология бағытындағы активист, Эко-клаб клубының белсенді қатысушысы. Мектептің Dream Team шығармашылық ұйымының мүшесі. Аманғазы Нұрай, өлкетану секциясы бойынша ғылыми жобалар сайысының жүлдегері. Биологиядан желілік олимпиада жеңімпазы. Мектептің Dream Team шығармашылық ұйымының мүшесі. Аманат қайырымдылық қорының негізін қалаушы. Исламбек Мадижан, мектепаралық баскетболдан 4-ші орын. Спидбукинг, Алматы, обучение не на дому жобасының қатысушысы. Математика пәнінен қалалық олимпиаданың 2-ші орын иегері. Бақберген Рауан, математика пәні бойынша республикалық олимпиадалардың жеңімпазы. Информатика пәні бойынша республикалық олимпиадалардың жеңімпазы. Обучение не на дому жобасының қатысушысы. Ахаділ Нұрберген, республикалық Smart City ғылыми жобалар сайысы 2019 жыл, 1-ші орын. Халықаралық инфоматрикс 2019 сайысында 2-ші орын. Ұлы дала мұрагерлері форумының қатысушысы. Робокан 2018-2019 робот дизайны секциясының жеңімпазы. Даирова Дана, оқушылардың таңдауы бойынша көпсалалы CS Dream Team клубының көшбасшысы және Dream Team бэндтің мүшесі. Республикалық олимпиада бойынша биология пәнінен 3-ші орын жүлде иегері. Участие в летней программе университета Джона Хопкинса. Махамбетова Ақбота, аймақтану саласындағы ғылыми жобалар сайысы. Аманат қоғамдық жобасының ұйымдастырушысы. Волейбол, баскетбол спорттық командаларының мүшесі. Мектеп белсендісі. Алимбетова Жанерке, обучение не на дому жобасының қатысушысы. Хан Академия Қазақ жобасының қатысушысы. Биология пәнінен олимпиада жеңімпазы. Support Club менторлық клубының негізін қалаушы. Қабылбаева Дана, ең үздік жоба 2019 бойынша 1-ші орын. 11-ші сынып арасындағы волейбол жарысынан 1-ші орын. Назарбаев зияткерлік мектебінің арасында өткен баскетболдан 3-ші орын. Биология пәні бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің конференциясында 3-ші орын жүлде иегері. Испамбетов Адиль, республикалық олимпиадада қазақ тілі 1-ші дәрежелі диплом, тарих 2-ші дәрежелі диплом иегері. Номинация «Лучший видеомонтаж». Кеңес Ислам выиграл конкурс «Лучший экологический проект 2018». Разработал проект и провел исследование про инновационного умного робота-уборщика.
Получил сертификат от Национальной ассоциации государственных советов и бухгалтерского учета NASBA США. Туғанбаева еңлік обучение не на дому жобасының қатысушысы. Мектепшілік волейбол қыздар командасының мүшесі. Support Club менталдық клубының негізін қалаушы. Сынып белсендісі. Он екінші кейс сыныбы. Кураторы. Рысбеков Алибек Парбекович. Султанбеков Абылай. Участник дебатов, любитель спорта, видеоигр и настольных игр. Касымхан Нурсултан. Победитель международного конкурса научных проектов имени Жолдасбекова. Серебро по Российской международной олимпиаде по математике. Диплом второй степени в Московском международном конкурсе научных проектов. Активист класса, волонтер. Участник летних курсов Станционского университета. Уралова Жанна. Финалист Алматинского дебатного турнира среди школьников и студентов. Капитан команды в Брейнри. Активист класса. Активный академический социальный волонтер. Аязбаева Анель. Лидер Шанграка Житсу. Призер турниров по волейболу среди международных школ КУАШ-17 2018 года. Участник ансамбля Нурсоза. Волонтер. Амбассадор образовательной компании Education First. Жумахан Амиржан. Президент дебатного клуба «Зияткер» 2019-2020 года. Организатор дебатного турнира «Кролтай». Судья множества городских студенческих турниров. Илешева Асем. Победитель турнира по математике «Математика без границ». Призер Олимпиад по математике. Нургазы Алихан. Дебатер, капитан команды по брейнду. Запуск собственного образовательного курса. Волонтер и бывший председатель волонтерского клуба «Адал Волонтерс Клаб». Искалиев Султан. Дебатер, волонтер, активист класса. Шанатова Асем. Олимпиадник по биологии, активист, активный волонтер, была координатором волонтерской организации «Империя». Садрбеков Айдос. Дебатер, судья студенческих дебатных турниров. Волонтер. Сестреватовская Валерия. Президент дебатного клуба 2018-2019 года. Активист класса. Леубаев Кахар. Участник Олимпиад по физике и математике. Финалист конкурсов рисунков ЮНЕСКО Planet of Art 1150-летия Аль-Фараби и 175-летия Абай Канабаев. Жанзакова Амина. Призер международного конкурса научных проектов «Молодой ученый» из секции прикладной математики. Призер турнира по волейболу среди международных школ КУАШ-15 и 17. Спикер Тудбик. Алпуспай Жанья. Обладательница первого места в Республиканской олимпиаде по химии. Третье место по биологии. Третье место в республиканских отборах на International Earth Science Olympiad. Обладательница второго места в Республиканской олимпиаде Международного университета информационных технологий и 50% гранта на обучение в университете IT. Обладательница третьего места в Международном интеллектуальном конкурсе по математике. Нурлаева Камила, активист класса, волонтер, амбассадор образовательной компании ЕФ. Рахматулла Мирвер, активист класса, волонтер, призер республиканских олимпиад. Хашимали Сафарали, активист класса, волонтер, призер республиканских олимпиад. Он екінші Л сыныбы, кураторы, Өтеген Жанар Ерланқызы, Елтай Абзал, участник соревнований по математике, третье место на республиканском соревновании по устному счету, Хромаев Алихан, участник Олимпиад по географии, участник соревнований по плаванию КУАШ, Сахтабергенов Ильяс, призер Олимпиад по математике, призер второго места Олимпиады по истории, Мирас Ернур, активный участник многопрофильного клуба по интересам учащихся СИЭС Dream Team, представитель школьного самоуправления на протяжении 5 лет, Баимбетова Шулпан, участница республиканского конкурса «Абай», активная участница многопрофильного клуба по интересам учащихся СИЭС Dream Team, участница команды Book Club, Азизаева Ружан, состояла в команде школьного самоуправления, участница онлайн-предметных олимпиад, Медетбекова Ружан, второе место на республиканской онлайн-олимпиаде по английскому языку, третье место в школьной научной олимпиаде, Расулова Иша, участница Technovation Challenge проект для девочек, финалист Нуринтех, конкурс проектных работ, Сарком Дана, место в республиканском конкурсе чтецов Абай Женя Шафарон Куэлло, первое место в международном конкурсе «Эрудит», Салимжанова Инара, лидер Шанрака Алаш в 2020 году, волонтер Булашак Development Fund Non-Profit, Довцева Алуа, второе место в школьной олимпиаде по всем наукам, призер республиканской олимпиады РКТВ. Садыкова Аяжан, второе место в конкурсе «Открой в себе ученого» в Санкт-Петербург, активная участница многопрофильного клуба по интересам учащихся СИЭС Dream Team. Леваев Мухаммед, участник Technovation Challenge и Физмат Science Fair, активный участник многопрофильного клуба по интересам учащихся СИЭС Dream Team. Сырецова Екатерина, участница EF Spelling Bee
2019, призер конкурса Пикассо Art Contest 2018, победитель республиканского конкурса Сатпаев наш современник, Ахметова Аделя, второе место в конкурсе Казах Волосын Тулгалары, Санкт-Петербург, участница сетевой предметной олимпиады. 12 М-класс, куратор Гирик Салтанат Тельмановна, Аппазова Динара, обладатель гранта Заскачевского университета, выпускник музыкальной школы с отличием. Абиова Фулжас, обладатель первого места на математической эстафете Астана Экспо 2017, HSK третьего уровня 2019. Бисимбаева Диана, участница волонтерского движения Teaching for Heroes, обладательница диплома третьей степени за участие в Олимпиаде Даррен по английскому языку. Ушадова Адина, обладатель сертификата ДСД-1 по немецкому языку, обладатель диплома второй степени сетевой олимпиады по казахскому языку. Ербулатова Саида, организатор волонтерского движения Hope and Trust, обладатель диплома первой степени международного многопрофильного проекта Тенгри, Казах Шхармашулыха. Жусупова Салтанат, обладательница языкового сертификата по немецкому языку DSS-1, участница Technovation Challenge 2018. Кадыров Алия, обладатель диплома первой степени международной олимпиады MLDV по физике, обладатель диплома второй степени сетевого конкурса научных проектов на тему сленг и устной речи 2019 год. Хожахметова Ботагөз, помощник профессора Мурзафужа Диаса в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиарова, обладатель второго места на конкурсе эссе «Комон Сава Сувуэте» от Альянс Франце 2018. Куламетова Камила, участница конкурса Technovation Challenge 2018 год, участница международного фестиваля European Festival of Art and Science, Франция, Ложь. Койшиева Акырге, участница проекта «Медаль Елбасы», фонд Нурсултана Назарбаева, участница проекта Developing Leadership Day 2019. Лигай Дарья, обладательница первого места на сетевой олимпиаде по химии, обладательница сертификата ДСД-2 по немецкому языку. Малик Еркежан, обладательница сертификата ДСД-2 по немецкому языку, участница конкурса Technovation Challenge в 2018 году. Онабек Абдрахман, бронзовый призер на республиканской олимпиаде по физике, золото на международной олимпиаде по математике на базе Самарского университета. Рустамова Амина, член волонтерской организации NAS Volunteers, выпускница модельной школы Сулубол. Серик Тушшан, обладатель диплома третьей степени международного конкурса научных проектов, обладатель диплома за завершение астрономического практикума на базе обсерватории Бубек. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыш жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып, ұстазым менің ұстазым. Иә, сіздер үнемі еске алып жүретін жаны асыл ұстаздарыңыз бен кураторларыңызда бүгінгі соңғы қоңырау үнімен өздеріңізбен қоштаспақ. Енді олардың шәкірттеріне деген ақ тілектері мен сәт сапарын тыңдайық. Бітіруші сынып кураторларының ақ тілектері. Құрметті 2021-дің түлектері, барарсыздар өмірге гүл еккелі. Әр жыл сайын осы күні қимастықпен соғады кураторлар жүректері. Көңіл толқып жанады осы күні, түлектерім есте сақта мәңгі мұны. Болашақтың үміті сендерсіңдер, алтын күннің таратылған сәуле нұры. Жүректерге нұр қияды асқақ үміт, болашақ күтерсендерді жүзі күліп, мақсат көздеп ұмтылған сара жолың жарқын таңға жеткізер бір тұңғиық. Тілегім қане шабыттаншы мұңайма, қабілетіңді көрсет мынау маңайға, сен биіксің бағындырар белесті, жігерлі бол үлгісің сен талайға. Қиындықтар мұң айтпасын сендерді, батылдықпен асыңдарсан белдерді, біліміңмен қуансаңдар мектепті, жақсы іспен қуантыңдар енделді. Успехов тебе, выпускник, счастливой судьбы и удачи. Пусть знаний волшебный годник поможет решить все задачи. Қоштасады Алтұя мектебін, маңдайынан сипап өтсін көктен күн, сәт сапар деп қол бұлғайық бәріміз, тілейік біз армандарға жеткен. Жүректері любіл қаққан, қимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдері араласқан шәкірттік сәттің соңы. Өмір жолының алғашқы қадамда тұрған жас түлек, ендігі сөз кезегі сіздерде. Міне, бүгін 6 жыл бірге болған аяулы мектебімізбен қоштасып, өмірдің үлкен даңғылына аяқ басатын күнде келіп жетті. Кураторым Әйгерім апай, осыдан бірнеше жыл бұрын, қазір сендер мектепті аяқтап үлкен өмірді аңсайсыңдар.
бірақ кейін мектепті бітіргеннен кейін осы күндерді сағынып аңсап отыратын боласыңдар деуші еді. Міне бүгін тура сол күн келді. Кез келген мұғалім мектептің жүрегі деп айтқан екен Ыбырай Алтынсарин атамыз. Мен үшін мұғалім тек қана мектептің емес, күллі ұлттың, халықтың жүрегі. Кез келген мемлекеттің болашағын шешетін ұлы мамандық. Сол үшін мен барша мұғалімдерімнің алдында басымды иіп тағзым етемін. Сіздерге үлкен рахмет. Міне, мектептегі 6 жылымызда өз мәресіне жетті. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев айтпақшы, мектепке кірерде 7 сыныпта табалдырығын тарыдай болып бассақ, енді міне араға аз уақыт сала босағасын таудай болып аттап шықпақпыз. Назарбаев зияткерлік мектептерінің бізге берген мүмкіндіктер ұшан теңіз. Дарынды балаларды, талантты достарды және ең бастысы білікті педагогтарды бір жерде шоғырлай берген мектебімде мен өте көп білім мен тәжірибеге ие болдым. Қазір қарасам, Назарбаев зияткерлік мектебімсіз өмірімді елестету қиын. Менің қандай дәрежедегі білікті маман болатынды, қандай дәрежедегі бәсекеге қабілетті адам болатынды елестету өте қиын. Алтын ұя мектебіме енді айтарым, Назарбаев зияткерлік Алматы қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне тек үлкен рахмет. Мен 12-ші сыныбының атынан бүкіл мектеп әкімшілігі мен ұстаздарына өз алғысымды білдіргім келеді. Әрқашанда қол ұшын созып жүрген ұстаздарымыз біздің бойымызда оқуға деген талпынысты ғана емес, сонымен қатар ұлттық және патриоттық құндылықтардың қалыптасуына үлкен зор үлесін қосты. Мен Назарбаев зияткерлік мектебінің әрбір оқушысы болашақта еліміздің және халқымыздың дамуына өз үлесін қосуына тілектеспін. Құрметті ұстаздар, мектеп ұжымы, осындай мектепте оқуға мүмкіндік бергендеріңіз үшін үлкен рахмет. Өмір атты мұхитта жол көрсетіп, бағдар бергендеріңіз үшін рахмет. Сіздерге қажымас қайрат, зор денсаулық тілеймін. Очень странное, грустное чувство покидать школу. Ведь это не просто выпускной, а прощание с детством, с учителями и друзьями. На протяжении 6 лет школа воспитывала, давала нам знания и делала нас лучше, чем мы были вчера. До сих пор помню тот самый заветный звонок, о котором в мое время мечтали все учащиеся 7 класса. Звонок, после которого изменилась вся моя жизнь и мое окружение. В нише мы оттачивали разные навыки и готовились ко взрослой жизни. Посмотрите, ведь мы через многое прошли. Обернитесь назад и поймите, что сегодня мы завершаем еще одну свою цель. Цель поступления в НИШ и его окончания. Школа, спасибо тебе. Мы благодарны тебе за все наставления и за все уроки. Спасибо всем родителям, друзьям и школьному коллективу за все. Теперь нас ждет дальнейший путь. Дальше путь еще труднее, длиннее и сложнее. И надеюсь, что все, чему научила наша школа, приведет нас к нашему заветному, светлому будущему. И вот прошли 6 лет, были времена тяжелые, были времена грустные, были времена радостные. И в чем уверен, то, что я буду вспоминать эти 6 лет с улыбкой на лице. Эта школа открыла мне очень много новых возможностей, укрепила мою дисциплину и также открыла новые взгляды на новые объекты. И в чем я уверен, то, что это все будет незабываемо, и я не брошу эти знания, которые подарила мне школа. Спасибо школе за поддержку, за знания и за заботу. Спасибо за то, что учителям, за то, что вы научили нас не только теоретическим знаниям, но и никогда не сдаваться, быть честным с самим собой и всегда стараться стать лучшей версией самих себя. Спасибо за то, что вы верили в нас и поддерживали нас всегда. И мы научились очень многому в стенах этой школы. Я могу с гордостью сказать, что я теперь умею не только высчитывать неопределенные интегралы, но и высказывать свою точку зрения аргументированно и работать в команде. Искренне надеюсь на то, что мы сможем справить всех ваши ожидания и станем достойными гражданами нашей прекрасной страны. Благодарим вас за все и желаем вам всего наилучшего на долгие-долгие годы. От лица 12 М-класса хотелось бы выразить благодарность всем, кого мы встретили в этой школе. Мы безмерно благодарны учителям, без которых обучение в этой школе оказалось бы попросту невозможным. Ведь именно они повлияли на наши интересы и на то, кем мы сейчас являемся. Отдельную благодарность хотелось бы выразить сотрудникам школы, благодаря которым мы обучались. Мы никогда не посещали уроки на голодный желудок, обучались в чистых кабинетах и проживали на территории общежития, где предоставляются все возможности для того, чтобы мы эффективно обучались. Спасибо кураторам за проделанную работу и ежедневную заботу, ведь вы в каком-то роде заменили нам наших родителей. Спасибо вам за то, что
В любой момент мы можем обратиться к вам по любому вопросу и быть уверенным, что мы не останемся без ответа. И спасибо администрации, которая в течение 6 лет сохраняла порядок и дисциплину в нашей школе. Ведь это очень важно. Спасибо, родная школа. Мы никогда тебя не забудем. Dear graduates of 2021, words of congratulations are dedicated to you from the graduates of 2017, 2019 and 2020, students from the top class universities of the world. Құрметті Алматы қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары, ұстаздары, түлектеріміз және де қадірлі ата-аналар. А сыныбының 2020 жылғы түлектері сіздерді бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтайды. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған сияқты едік. Бүгін міне әлемнің түкпір-түкпірінде білім алып, мектебіміздің абыройын арттырудамыз. Қоңырау үні бұл білім кемесі мектеп қабырғасынан шыққан әрбір адамның құлағына таныс, жүрегіне жақын. Алғашқы қоңырау балалық арманыңды жетелеп, мақсатыңды айқындауға шақырса, соңғы қоңырау үні кәмелетке толып, оң солда ажыратып, бой жеткенмен бозбалаларды ең үлкен өмір мектебіне шығарып салады. Соңғы қоңырау осындай қимас, қоштасу әуені сәтімен ыстық. Сіздер бүгін мектеппен қоштасып, үлкен өмірге жолдама алғалы тұрсыздар. Бүгін барлық қазақстандық түлектер үшін мектеппен қоштасуға арналған атаулы мереке. Еліміз ұрпақ тәрбиесіне, білім беруісіне ерекше назар аударып, сіздердің сапалы білім алуларыңызға, үлкен азамат болып өсулеріңізге барынша жағдай жасап отыр. Мерекелеріңіз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығының қарсаңында өтіп отыр. Еліміздегі игіліктердің барлығы елдің болашағы, жас ұрпақтың келешегі жарқын болуы үшін жасалып жатқанын баяндайды. Еліміздің болашағы сіздердің қолдарыңызда, сондықтан да білім алу жолында жалықпай, талмай ізденіп, еліміздің тізгінін ұстайтын азамат болуларыңызға ізгі тілектерімізді арнаймыз. Ауылына қарап азаматын таны дегендей, қайда жүрсеңіздер де, мемлекетіміздей сонда келешегі кемел, өрісі кең, ошақтан шыққандарымызды ұмытпауға, туған жер, өскен ортамызды мақтан етуге жетпіз. Біздің мәртебесін арттыратын ау сіздер, жас түлектер. Мектеп өмірі артта қалды. Алдарыңызда күтіп отырған жаңа өмірдің баспалдақтарына сүрінбей өте берулеріңізді тілейміз. Басты байлық, денсаулықтарыңызды күтуді ұмытпаңыздар. Өмірге деген құлшыныстарыңыз сөнбесін. Қадамдарыңызға сәтті сапар, өмірлеріңізде құтты қадам тілейміз. Аңсаған армандарыңызға қол жеткізіп, әр саланың мықты мамандары болып, еліміздің көркеюіне өз үлестеріңізді қоса беріңіздер. Дорогие выпускники НИШ ХБН Алматы, поздравляю вас с окончанием школы. Сегодня вы преодолели один из важных этапов вашей жизни. Я желаю вам сделать правильный выбор и встать на тот путь, который вам поможет освоить нужную и любимую профессию. Никогда не оглядывайтесь назад и идите как вперед, слушая свое сердце. Ведь тогда вы сможете добиться всех своих целей и осуществить все свои мечты в реальности. Ведь я тоже была такой же ученицей, как и вы год назад. И сейчас, на сегодняшний день, я стала чуть ближе к своей мечте благодаря всему этому. Всем привет с Парижа! Дорогие выпускники, сегодня для вас наступил важный день прощания со школьными годами, которые были удивительными и незабываемыми для каждого из вас. Вы теперь вступаете на новый этап жизненного пути, и мы желаем вам идти по нему с уверенностью к высокой цели, которая принесет вам в итоге желанные плоды. Пусть успех сопровождает ваши поступки и стремления, радость не дает вам грустить, а счастье будет так же близко и беспечно, как и в детские годы. Удачи и ярких моментов вам в восхождении по ступеням знаний, новых чувств. Развивайте свои таланты и будьте всегда полны веры в хорошее, достойное и беспечное будущее. Здравствуйте, дорогие выпускники, меня зовут Айжан, и я являюсь выпускницей Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления 2019 года. В данный момент снимаю вам это поздравление с города Лёвен в Бельгии, где я обучаюсь в университете уже 2-й год.
Знаете, я считаю ваш выпуск действительно уникальным. Вам предстояло пройти через множество различных испытаний, начиная с полной адаптации к онлайн-обучению и заканчивая быстрыми изменениями в экономической и политической ситуации в мире. Но, несмотря на это, вы продолжаете, и я уверена, что будете продолжать вызывать гордость у нашей школы и всей страны своими академическими и творческими достижениями. От всего сердца и лица прошлых выпусков я желаю вам достигать только самых вершин, наслаждаться каждой минутой в университетах вашей мечты и оставаться такими же мотивированными и целеустремленными личностями. Я искренне верю и знаю, что вы — будущее не только нашего Казахстана, но и всего мира. Саламатсыздар ма? Алматы қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 2021 жылғы түлектерін шын жүректен құттықтаймын. Үлкен өмірге қанат қағып отырсыңдар. Сол қанаттарын ешқашан талмай, тек биік шыңдардан ғана көтеріле беріңдер. Таңдаған жоғары оқу орындарына түсіп, студенттік дәуірді қызықты өткізіп, мол оқу орындарын абыроймен бітірулеріңізге тілектеспін. Сіздермен болған Еспедиев Шыңғысхан. Здравствуйте, дорогие выпускники и учителя. Меня зовут Тараненко Яна. Я закончила школу в 2017 году и уже в этом году заканчиваю университет Высшей школы экономики. Я хочу поздравить вас с 25 мая и пожелать выпускникам сдать все экзамены на отлично, поступить в университеты, которые вы хотите, вырасти ответственными взрослыми и поблагодарить учителей за то, что они способствуют тому, что наше поколение образованное, умное, креативное, за то, что вы всегда нас поддерживаете и помогаете нам в наших начинаниях. С праздником! Алтын ұя бесігім, әр күн есте есімін, қандай қиын қоштасу, мектеппенен осы күн. Ашқан білім болағын, шашқан күннің шуағын, ата менен анадай, аса қымбат мұғалім. Келіңдер, ей достар, құрбылар, жылдастар, билейік шеварске, бақытқа жол бастар. Мектеп біктігіміз, мектеп шаттығымыз, мәңгі, мәңгі жастығымыз. Мектеп өткеніміз, әнді төккеніміз, мәңгі, мәңгі көктеміміз. Школа моя, дом наш родной, школьное братство, вторая семья. Время пришло, вот и с тобой нам попрощаться пора. Школьный звонок нам прозвенит, мы ушагнули за отчий порог. Школа, прощай, нас впереди ждет самый длинный урок. От жизни дорога бежит от порога, а там наше завтра светло и прекрасно, и праздники будни, путь длинный и трудный, бороться, искать, побеждать. Учила нас школа, и снова мы будем ее вспоминать. Біздер өмір еркесі, мектеп көңіл өлкесі, желбірейді жалау боп, әйнегінің пердесі.
арман қуып кетсек те, асулардан өтсек те, ауады да тұрады аңсарымыз мектепке. Келіңдер, ей достар, құрбылар, жолдастар, билейікші вальске, бақытқа жол бастар. Мектеп біқтігіміз, мектеп жаттығымыз, мәңгі жастығымыз. Мектеп өткеніміз, әнді төккеніміз, мәңгі көктеміміз. Мәнісін ұғасыңдар өткен күннің, дауысын естігенде қоңыраудың. Балалықтың соңғы әнін шырқап, бүгін қоңыраудың естейміз соңғы үніндей келе 2020-2021 жылдың соңғы қоңырау соғу рәсіміне үздік аттестат үміткері Талип Айбар мен 7-ші сынып оқушысы Амангелдин Олжас шақырылады. Dear graduates, we wish you achievement, success and happiness in your further way. Never forget one thing that you have learned here. Every problem has a solution. Even in the hard times, keep in mind that you are not alone. Pull yourself together and go for it. Grab every opportunity and make the best out of it. Your future is in your hands. Good luck! Құрметті түлектер, сіздерге армандарыңыздың орындалу жолында қажымас қайрат пен сәттілік тілейміз. Ал мектебіміздің тірегі ұстаздарымыз бен оқушыларымыз келесі оқу жылында жарқын жетістіктер мен жаңа белестерді бағындыратынына сенеміз. Жазғы мектеп жобаларында кездескенше сау саламатта болыңыздар. Я вижу свет огней, все движется быстрее. Пред нами новый горизонт. Вмиг мы стали все взрослей. Изменится сюжет, изменит все рассвет. Нам открылся целый мир падений и побед. Пойми, если бы могла понять эти чувства, что во мне, пойми, я теперь лечу в бескрайних небесах. Но как отпустить тебя? Мой дом, моя семья. Ведь я встретила друзей, тепло учителей в твоих стенах. Из-под твоего крыла простой казалась жизнь моя всегда. Не знаю, как мне быть, школа, все мы лишь продолжим жить. Я помню, словно вновь возникла вся любовь, как встречала я друзей, и становились дни светлей. Каждый коридор помнит наш задор, веселый смех друзей. Школа, ты моя.
Мой дом, моя семья. Ведь я встретила друзей, тепло учителей в твоих стенах. Из-под твоего крыла проста казалась жизнь моя всегда. Не знаю, как мне быть, школа, все мы продолжим жить.